Мақсат қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, қылмыстың алдын алу. Тыйым бет әлпетті түгел жауып, тануға кедергі келтіретін ниқаб, баранжа сияқты киімдерге қатысты. Себебі бет жүзді жасыру қылмыс жасағандарды тануға, құқық бұзушылықтың алдын алуды қиындатады. Ашық жүз сенімге қайшы емес. Керісінше бұл қоғамдағы сенімді, бір-бірімізге деген ашықтық мәдениетін қалыптастырады. Бұл талаптан босатылатын жағдайлар қызметтік міндеттерді орындау кезінде, мысалы арнайы форма, униформа, медициналық себептер, бетперде, азаматтық қорғаныс және ауа райы жағдайлары, спорттық және бұқаралық мәдени іс-шараларға қатысу, яғни спорттық маска. Заң бұзғандарға жаза түрі: бірінші рет ескерту немесе 5 айлық есептік көрсеткіште айыппұл, қайталанса 10 айлық есептік көрсеткіште айыппұл. Заңның мақсаты дінді шектеу емес, қоғамдық қауіпсіздікті сақтау.